Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы қашықтан оқытудағы бағалау. Мақсатына тоқталатын болсақ, қашықтан оқыту үдерісінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау, үдерісін жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу бойынша мұғалімдер арасында жиі қойылатын сұрақтарға жауап беремін. Осы сұрақтарға жауап бермес бұрын, мен алдымен дәстүрлі оқыту аясында оқушының әрекеті қандай деген сұрақтарға тоқталғым келіп отыр. Осы уақытқа дейін біз дәстүрлі оқытуда сабақтың басында психологиялық дайындық жүргізіп отырдық. Сонымен қатар бұл оқытуда оқушы тікелей мұғаліммен байланыста болды. Және ол сыныптастарының ортасында іс-әрекетті орнатты. Осы бірлескен іс-әрекетті орнату барысында жеке, жұптық, топтық, сыныптық жұмыстар жүргізіліп отырды. Сондай-ақ ол бақылаушы, көмекші, мұғалім мен сыныптастарының көмегіне жүгініп отырды. Және тіл пәндері бойынша тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым тапсырмалары толық орындалып отырды. Енді қашықтан оқыту аясындағы сабақтағы оқушының әрекеті қандай? Бұл жерде де психологиялық дайындық жүргізіледі. Бірақ оқушы көбіне экранға, мониторға қарап отырады. Мәтіндер қысқаша, конспект түрінде, сонымен қатар сілтеме түрінде ғана берілді. Бала көбінесе өздік жұмыс атқарып отырды. Мұғалім мен бала арасында кері байланыс орнатылды. Тілдік сабақтарда оқылым, тыңдалым, жазылым тапсырмалар ғана орындалып отырды. Осы уақытқа дейін біз бағалаудың екі түрі бар екенін білеміз. Олар қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Енді қалыптастырушы бағалау қашан жүргізіледі деген сұраққа жауап берейін. Қалыптастырушы бағалау сабақтың өн бойында жүйелі жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау үшін арнайы тест тапсырмалары немесе қосымша тапсырмалар берілмейді. Қалыптастырушы бағалау ағымдағы білімді бақылауды салыстырады және мұғалімдер үшін білім алушылардың жіберген кемшіліктерін уақытында анықтауға, себептерін білуге, кеткен қателіктерін жөндеуге, сондай-ақ оқу материалдарын дайындауға мүмкіндік береді. Келесі сұрақ: қалыптастырушы бағалауға баға қойыла ма? Қалыптастырушы бағалау кезінде балл немесе баға қойылмайды. Оқушының жұмысының нәтижесі бойынша кері байланыс беріледі. Кері байланыс тиімді әрі пайдалы болған дұрыс. Осы арқылы оқушы өзінің оқу тұстарын түзетуге, оқу жетістіктерін жетілдіруге мүмкіндік алады. Кері байланысты қандай формада беруге болады? Кері байланыс ауызша, жазбаша, графикалық түрде бере алады. Кері байланыс берудің жиілігін, формасын, көлемін әр мұғалім өзі анықтайды. Қалыптастырушы және жиынтық бағалау бір-бірімен қаншалықты байланысты? Қалыптастырушы бағалауды сапалы жүргізілуі оқушыларға тікелей әсер етеді, яғни жиынтық бағалауға дайындайды. Барлық материалдарды шығару немесе электронды нұсқада сақтау талап етіле ме? Әдістемелік ұсыныста берілген тапсырмаларды қағаз түрінде шығару немесе оны плакатқа жинақтап, электронды нұсқада сақтау міндетті емес. Тапсырмаларға мұғалім өзгеріс енгізе алады. Бұдан шығатын нәтиже: қалыптастырушы бағалау нәтижесінде мұғалім оқу үдерісін дер кезінде түзетеді. Қалыптастырушы бағалау нәтижесі есепті құжат болып табылмайды. Қалыптастырушы бағалау ерекшелігі сабақтың кез келген кезеңінде жүргізіледі. Қашықтан оқыту барысында дискриптор бойынша оқушылардың өзін бағалауын сындарлы түрде үйрету өте маңызды болып табылады. Бағалау критерийлері арқылы оқушы жұмысын бағалау қашықтан оқыту барысында ең тиімді бағалаудың бірі болды. Енді жиынтық бағалауға тоқталатын болсақ. Жиынтық бағалау, бөлім бойынша жиынтық бағалауды жүргізу 10-20 минуттан аспауы тиіс. 90 бойынша жиынтық бағалаудың ұзақтығы 40 минутты құрайды. Бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90 бойынша жиынтық бағалаудың қашықтан жүзеге асырылады.
Тапсырмаларды мұғалімдер өздері құрайды. Сондай-ақ күніне 3-тен артық жиынтық бағалауды өткізуге жол берілмейді. Келесі кезекте мен сіздерге Padlet.com платформасы мен Telegram каналы арқылы кері байланысты немесе бағалауды қалай жүргізуге болатынын көрсетемін.